Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге түріктің өте дәмді әрі атақты тағамдарының бірі су бөрек деген тағамды дайындап көрсететін боламын. Өте жұмсақ әрі дәмді тағам болып шықты. Алдымен қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған 4 жұмыртқаны жарып дайындап алдым және оның үстінен 1 шай қасық тұз қосып, 1 келкі масса болғанша пленчиктің көмегімен араластырып алдым және оның үстінен 50 грамм суды қосып, тағы бір араластырып және еліктен өтіп дайын тұрған ұнды қосамын. Енді аса қатты емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығатын боламын. Менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Енді иек қанғанша 15-20 минутқа бөлме температурасына бетін жауып қоя тұрамын. 15 минуттан соң қамырды алып, өзіме кесуге ыңғайлы болатындай осындай сопақша форма келтіріп алып, табамыздың көлеміне қарай бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Менің табам кішкене болғандықтан қамырды теңдей 10 бөлікке бөліп дайындап алдым. Және бөлінген бөліктерді қолымның көмегімен осылай дөңгелек формаға келтіріп, тағы бір илеп, қамырымыз кішкене жұмсарғанша 20 минут бетін жауып қоя тұрдым. 20 минуттан соң қамырымды алып, шетінен жая бастадым. Осы кезде қамырымыз өте жұмсақ, жаюға ыңғайлы болып қалған екен. Алдымен қолымның көмегімен кішкене үлкейтіп алдым да, одан соң оқтаумен жақсылап жұқа етіп жая бастадым. Және қамырымыз жұмсақтау болғандықтан кішкене жабысқақ келеді. Сондықтан ұнды молырақ себе отырып жайып шықтым. Мен қамырды осындай қалыңдықта жайып шықтым. Қатты қалың емес, жұқа да емес, орташа етіп жайып барлығын дайындап аламыз. Алғашқы жайған қамырымды осылай бүктеп қойып, қалған қамырларымды да осылайша жайып дайындап алдым. Осы орайда қазандағы суымыз қайнап тұру керек болады. Қайнаған судың үстінен 1 шай қасық толтырмай кішкене тұз салып араластырып аламын да, оның үстінен жайылып қойған қамырды біртіндеп осылайынан салып пісіріп аламын. Жайған қамырымыз небәрі 1 минут қана тұрса жеткілікті. Ұзақ уақытқа қалдыратын болса, қамырымыз қатты жұмсарып кететін болады. 1 минуттан соң қамырды сүзгішпен сүзіп алдым. Осы кезде қазанымыздың қасында міндетті түрде мұздай су болу керек. Енді сүзіп алған қамырымызды мұздай судың ішіне бір салып аламыз. Сол кезде қамырымыз жабыспай, дара-дара әдемі болып тұратын болады. Мен осындай кішілеу табаға жасайын деп жатырмын. Астына пергамент қағазын жапсырып алдым. Пергамент қағазын жапсыру міндетті емес. Егер табаңымыздың астына жабысып қалатынына сенімсіз болсаңыз, жапсырсаңыз болады. Және үстінен міндетті түрде сары май жақтым. Енді жаңағы салқын судағы тұрған қамырды алып, суын сырғытып аламын. Суын сырғытып алып, табамның үстіне орналастыратын боламын. Қамырды табама жақсылап орналастырып болғаннан кейін беткі бөлігіне сары майды ертіп қосатын боламын. Бұл жерде маргарин емес, майлылығы жоғары сары майды пайдаландым. Неғұрлым сапалы май пайдаланатын болсаңыз, біздің жасап жатқан тағамымыз өте дәмді болып шығады. Арасына салатын салмасын дайындаймын. Мен эмир сырын үккіштің көмегімен жақсылап өткізіп алдым және оның үстінен творогты қосып, екеуін 1 келкі масса болғанша араластырып дайындап аламын. Дайын салмамды алып, қамырдың бетіне осылай сүйіп шығамын. Жайылған 10 зуала қамырды да дәл осы ретпен қайталап шықтым.
және бұл жерде жыртылып қалған немесе бөлініп қалған қамырлар болатын болса, оны да осылайша салып жібереміз. Ең беткі бөлігіне салмасын салмаймыз, қамырды қойып, оның үстінен сары майды жақсылап жағып, қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. 40 минуттың ішінде менің тағамым осылайша дайын болып шықты. Ең алдымен тағамды жақсылап суытып аламын. Суып болғаннан кейін табадан жақсылап шешіп аламын. Міне осылайша дайын болып шықты. Енді сіздерге қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Жұмсақ, дәмді әрі өте тойымды тағамымыз осылайша дайын болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арасы жабыспай қатпар-қатпар болып дайын болды. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.